Иә, досым. Қазір қиналып жүрген шығарсың. Мүмкін іштей тынып жылап та жатқан шығарсың. Бұл сынақ өткінші, соны түсін. Саған келген сынақ басқа адамның басында да болуы мүмкін. Бірақ сен басқа адамның өміріне қызығып, ода мен сияқты өмір емес қой, оның өмірі күшті ғой деп ойлауы мүмкінсің. Бірақ түсін, әрбір адамның бойында, басында ешкім білмейтін, өз-өзіне ғана айтатын, Алласымен сырласатын ғана сынақтары болады. Яғни, бұл әрбір адамның басында бар нәрсе. Сондықтан ұғыншы, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Бұл сөз рас, бұл Алланың сөзі. Соған сеніп, әрқашанда әрбір істен позитивті көре білетін болсаң, сенің өмірің күннен күнге гүлдене түседі. Шүкір ет. Қазіргі сәтіңе, қазіргі бар нәрселеріңе, деніңнің саулығына, отбасыңның амандығына шүкір ет. Қандай қиындық болмасын, қара бұлттың артынан жарқырап күн шығады ғой. Сол сияқты сенің басыңа мәңгілікке қиындық көру, сынақ көру жазылмаған. Күн шығатынын ұмытпа. Сенің де жарқырайтын, жанатын, ең бақытты болатын сәттерің әлі алда, Алла қаласа. Мүмкін сені ешкім түсінбейтін шығар. Түсінбей-ақ қойсын. Сенімен сырласып, бөлісетін адам жоқтай көрінетін шығар. Бірақ біл, Аллаға сырыңды айтсаң, Алла өзі-ақ бәрін реттеп қояды. Жаным, құрбым, жылайсың ба, жылап ал. Бірақ көзіңнің жасын сүртіп, қайта тұруға қақың бар. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар, жүгіруге деген сөз бар емес пе? Сондықтан ботам, мықты бол. Мен сенімен біргемін. Мен сені түсінем, мен сені қолдаймын. Әрқашанда осындай сөзді естігің келетін жанды іздесең, осы видеоны қайтадан ашып тыңда. Мен әрқашанда саған күш беруге, саған сенуге уәдемді беремін. Алла қаласа.